Үй жағдайында шыбыннан құтылу жолдары. Бір мәселенің себебін анықтау. Шыбындар үйге көбіне тағам қалдықтары, ашық терезелер мен есіктер арқылы кіреді. Сондықтан ең алдымен тазалықты сақтау маңызды. 2. Тазалық, басты қару. Тамақ қалдықтарын бірден жинап, қоқысты уақытылы шығарыңыз. Ас үйді үнемі тазалап тұрыңыз, әсіресе үстелдер мен едендерді. 3. Шыбын кіретін жолдарды жабыңыз. Терезелер мен есіктерге москиттік тор орнату. Есіктер мен терезелерді ашық қалдырмау. 4. Табиғи әдістер. Сірке суы мен сабын. Ыдысқа сірке суын құйып, оған бірнеше тамшы сабын қосыңыз. Бұл шыбындарды тартып, оларды ұстап қалады. Лаванда мен жалбыз майы. Бұл иістер шыбындарға ұнамайды. Терезе жақтауларына май тамызып қойыңыз. Қарабұрыш себілген жерге шыбындар жақындамайды. 5. Қолдан жасалған қақпан. Пластик бөтелкенің жоғарғы бөлігін кесіп, ішіне тәтті су құйыңыз. Бөтелкенің кесілген бөлігін аузы ішке қарай бағыттап орнатыңыз. 6. Дайын құралдарды пайдалану. Егер табиғи әдістер жеткіліксіз болса, дүкеннен арнайы шыбынға қарсы құралдар сатып алыңыз. Бірақ оларды пайдалану кезінде балалар мен үй жануарларына сақ болыңыз. 7. Қосымша кеңес. Үй жанында өсірілетін өсімдіктер шыбындарға қарсы табиғи тосқауыл. Мысалы, райхан, жалбыз немесе розмарин өсіріп көріңіз. Егер осы кеңестерді ұстансаңыз, шыбыннан арылу қиын болмайды.